кәдімгідей елетіне қонақтар шақыра берсең болады. Міне қалай қылып жасап қойған. Құдалық жасайтын жер іздеп жүрміз. Мынаны қара. Мынаны қара. Мін. Көрдің ба? Көрдің ба? Көзің тойды ма? Көңіліңнен шықты ма? Үй сияқты, иә? Міне. Біздің тек таталарымыз, мықты аталарымыз дастархан басында міне ән айтып отыр, әңгімелесіп отыр. Шүйіркелесіп мәселелерді шешіп отыр. Ай, балам, бізді енді апармайсың ба төбеге? Бізді астыдан шығармадың ғой. Ойбай, қараңдар шында жерді. Құдалық қой мынау таза. Мынандай сахнасы бар екен міне. Бізге ешқандай жарнама жаса деген жоқ, өзімізге түсіріп отырмыз. Ойбай, Құдайға шүкір. Ай, Аллаға шүкір, ай. Еңсеміз көтеріліп, еліміздің осындай дамып жатқан. Егін жатыр. Екі ма? Жоғары шығып кетпейміз ба? Екі деген қалай? Далаға шығып кетпейміз ба төбеге? Жақсы бауыр, мамам бол. Рахмет. Маған өзгергендігі ғой, иә? Мені сүйрекетсің. Сонда қонақтарды қарасам, Я мен хостес, национальный хостес. Национальный хостес. Ой, Алла. Мені сүйреткетсеңізші. Ой, апа, сүйреткетсің. сонда келген қонақтарды распределять етесің, анда Бронировать етіп дайындаса мен. мына жерден бронировать етесің. Қайсы апа беріңіз. Операторский да бронировать етіп. Ойбай. Қандай күшті. Бізге террасаға отырасыңдар ма? Ішке отырасыңдар ма? Броньдарың бар ма деп қояды апа. Молодец. Күшті. Супер бүгін балаларыма мақтанам ғой бар. Мынаны қараңыз. Шықсаң былай. Мына жеріңде мынау. Ана жеріңде көктөбе. Пожалуйста. Жетінші түйсікпен сана биігінде үндемей ғана іштей сөйлесіп отырмыз. Берген асымыз бір 7 адамды қонаққа шақырып тамақтандырса болады. Неге ондай көп ас бердік екен, оны білмеймін. Бүгін Дариға тек қана көктөбенің шыңында емес, руханияттың биіктігінде отыр. Неге десеңіздер, алдында салат, қолында Атабаевтың кітабы. Алматының төбесінен қарап тек қана